Шет елде жүріп құжаттарды да жоғалттым, бір жағынан қарным да ашып кетті. Ей, сен бізге ақшаларды бер, әйтпесе атып түсіре бір. Атам десеңдер, атыңдар, өзім итак қарным ашып тұр, өлейін деп тұрмын өзім. Екеуіне қарамас киіп аласыңдар. Ақшаларды шығар, есәләң. Қарным ашып тұр, тамақ беріңдер, сосын атыңдар сосын. Түсінсен бейілмасын, сайтан алғыр, не дейсің? Қарным ашып тұр, ағылшынша қалай болады ол? Қарным ашып тұр, қарным ашып тұр. Ақшаларды шығар. I don't understand you. I don't understand you. Сайтан алғыр. Oh my God. Құдайым ау. Қарным ашып тұр. Қазақтың ырымдары. Ей, сторожтың басын жоғары көтеруге болмайды. Неге? Жаман болады. Жағың таянбай отыр. Неге? Жаман болады. Саба! Ей, ысқырма, жаман болады. Бала, шай ішесің ба? Таңдайыңды қақпа, жаман болады. Қасқыр ау дейді. Олыма, ей! Есікті керме. Табалдырықта тұрма. Кеш ортасында ұйықтама. Қолың төбеге қойма. Бумағы берш! Ей, туалетте сөйлеуге болмай. Не істемеді? Ей, зеңді құшақтама. Ей, ішпе суды. Неге? Просто салқын. Бетіңді баспа. Үфлеме. Үфлеме. Ешқашан бір-біріміз тастамайық, бауыр емес, өстіп күшті болып бірге жүрейік. Дұрыс айтасың. Тудаш аманы алқашпа. Саспаңдар, нормально жаңа біргеміз деп айттық қой. Блядь, наебщик. Жаңа ғана бір-біріміз тастамаймыз деп жатырық қой. Қорқып кеттік қой енді просто. Енді не істейміз? Хотя планың бар ма енді? Неме бүйте бересің? Айттым ғой, кете алған деп. Білдің ғой? Диван. Тұрш. Диван асыз тұрап тұрш. Асы деген толып қапты ма? Ту, болш енді. Ona қарана диван астынан ақша тауып алдым. Прикинь. Ох ты. Диван астынан нәски тауып алдым, сенің нәскиің ба? Сен ішің барсың. Тефальмен шай тауып алдым. Шай ішіп аламыз ба? Жоқ брат. Бля, осындай екенсің ғой. Жүрді. Рахмет сізге. Тоқтатыңдаршы, не болып жатыр бұл жақта? Нағара диван астынан бауырым тауып алдым, жоғалтып алған. Жаным бауырым. Қаншама жыл болды диван астынан. Нағара диванның астынан диван тауып алдым. Диванның астында диван? Диванның астынан тауып алған диванның астында не бар екен көрейін. Прикинь, ақша тауып алдым. Йо, сенің қорқынышты түстерің. Жаным, менің аяғым ауыр. Біз әлі той жасаған жоқпыз ғой. Түсінбеген ғой. Сізге биыл вакцина салатын болдық. Вакцина? Азамат мырза, Дәрігер, босанды ма? Ол ма қыз ба? ол да емес, қыз да емес. Ол да емес. Не енді ол? Тиктокер. Тиктокер? Тикток? Мені папа деме. Неге? Біз сені асырап алдық. Брат, Ау, саған шындығымды айтайын. қандай шындық? Мен сені ұнатамын. Ұнатамын? Иә. Кет, еп! Қорқыныш көрдің ба жаным? Бұл сенсің емес. Айттым ғой саған. Ма, пап! Ойбай, не болып қалды? Тыныштық па? Мен 4 жыл бойы жасаған қазақи роботым. Дайын. Тарап! Саламатсыз ба, апа? Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Уағалейкумассалам. Өлә, мынау құтты бір адам сияқты. Қанша ақша кетті мына роботыңа? Ну, енді біраз кетті. Одан да сол ақшаға тойын жасамайсың ба? Соны айтам. Сол ақшаның бәрін тойға құртай бергенше лучше Қазақстанның өндірісін дамытпаймыз ба? Шетелден алуды қойық та. Сен дұрыс айтасың, брат, да?
Мына роботыңның пайдасы бар ма енді? Әрине пайдасы бар. Мысалы, мамамен өлсек айтады. Өлә, сен ана күләнді білесің ба? Масқара болыпты ғой. Өлесе оны тасып өткенде бірінші вайн тасып екінші вайнға кетіп қалыпты кәдімгідей. Оңбай сол қатын бар ғой кәдімгі. Рәке кетті көрмедік па? Ой, папа, ол ішпейді ғой, робот қой Қайдан ол. білемін мен ішпейтінін мен? Ничего, іші беріміз кеттік. Ішке не сенді? Ой, халыққа пайдамыз тию үшін жоқ қой. Сен роботсың ғой енді. Кішкеде. Without